Қысқа кескін арқылы өзінің дүкенін, я болмаса сатып отырған өнімін таныстырғысы келетіндердің көбі менен сұрайды. Мен қалай айтсам болады деп. Ондай болса, мен сіздерге 3-2 бөлікте әңгіме айту, 3-1 бөлікте өнім таныстыру деген бір жобаны ұсынғым келеді. Өйткені жаңадан кәсіп бастаған кезіңізде, немесе жаңадан қысқа кескін тарта бастаған кезіңізде, сіз сөзсіз түрде жақсы әңгімелеріңіз арқылы қаридарларды, немесе тыңдармандарыңызды жинай білуіңіз керек. Бұны фэнсіні жинау басқышы дейміз. Ал енді одан кейін сіз 3-1 бөлікте өзіңіздің өнімдеріңізді таныстыруыңыз керек. Яғни сіз 3 кескін түсірсеңіз, осының ішіндегі біреуінде өніміңізді таныстырыңыз. Немесе бағанағы әңгімеңіздің ішіндегі 3-1 бөлігінде ғана өзіңіздің не істейтініңізді білдірсеңіз болды. Тап-таза жарнама емес. Ал сонымен қатар жарнама емес емес. Мақсатқа қол жеткізуіңіз тиіс. Яғни біз жарнамаламай тұрып, жарнамалай білуіміз керек. Бұл әрине біраз уақыттық үйренулерді қажет етеді. Егер де тіпті де көптеген қысқа кескінге қатысты мазмұндарды білгіңіз келсе, мені Куанжу қылып алыңыз. Менің мақсатым 2024 жылы 100 күтіну орталығына көмектесіп, олардың қысқа кескін тартудағы мәселесін шешу.